Ерте ме кеш пе әрбір табысты адам өзінің табысын насихаттай бастайды. Бүгін Азамат өзінің экспириенсімен балалар арасында бөліседі. Сәлем балақайлар. Мен қазір сендерге қалай табысты және саналы болуды айтып беремін. Трендте болу үшін өзіңді көрсетуің керек. Мотивация табу, марафонға қатысу, 100 кітап оқу, бачата билеу, психологқа барып гештальттарды жабу, гол соғу, дауды жеңу, мысықты құтқару, сурет салу, өзіндік мәдени код ойлап табу. Өздеріңді көрсетуге мүмкіндік беріңдер. Естеріңде болсын балақайларым, әлеуметтік желілер сендерді ешқашан толық көрсетпейді. Қысқасы балдар, әлеуметтік желілерде отырған қызық, бірақ шынайы өмір одан да керемет қой. Адамдардан сөйлесу қорқынышты емес, мүмкін мен қоңырау шалуды үйренемін. Шын өмірден ләззат алып, өзі сәтте өмір сүріңдер. Стоп түсірді. Барлығыңызға рахмет. Имиджділдеңені түсіріп аяқтады. Достар, қалай сценарий сендерге ұнады ма? Негізінде мүмкін мен өзімнің оқиғамды айтып беремін енді.